Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге банан печеньесін жасап көрсетемін. Ең бірінші қамырымызды дайындап алуымыз керек. Ол үшін бір жұмыртқа, кефир, сары май, ұн керек болады. Осының барлығын араластырып, қамыр илеп аламыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді печеньенің ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін қант, творог, жұмыртқа, крахмал керек болады. Осының барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен салмамыз дайын. Енді жаңағы илеген қамырымызды екіге бөліп, жайып, мен көрсеткендей кесіп шығамыз. Жаңағы дайындаған салмамызды салып, видеода көрсеткендей банан сияқты түйіп шығасыздар. Осылай барлығын түйіп алып, пешке салып, пісіріп ала береміз. Печенье пісіп шықты. Енді осыны сахарный пудраға салып, аунатып аламыз. Өте оңай жасалынады. Жұмсақ, ауызда еритін дәмді печеньелер. Маған лайк, комментария жазып, тіркеліп өтіңіздер.